айтпаймын сізге шындықты. 2022-ден бастап Рамадан ішінде действительно канализация тұрған көріп қоямын. Мен ше Алматыдан келемін де, сөйтіп өзім тұрған жерім ғой, Сарыағашым ғой деп мен барам Арман Абдуллаев. Сөйтіп мен группасына қосады. Арман Абдуллаев деген Сарыағаш ауданының әкімі. Арман Абдуллаев. Айдарұлы да, аудан әкімі. Сөйтіп қала әкімге де барам. Сонымен айтады ғой, ой, ол жерде канализация жоқ дейді ғой. Қалай канализация жоқ деймін. Қыс ауасына келем, мына жердің бәрі жабай, сауда, тротуар даже адам жүретін жол жоқ қой, тек саудагерлер. Қырылсам, айқай болады, тек Адия Назарбаева жаман атаққа ілінемін. Ладно, ол ілінген ештеңе емес. Сөйтіп мына судың канализациясын бәрін зерттеймін. Доказать етемін, артына барсаңыз, былай кафе бар, столовый, сол ішіне кіресіз, өтесіз. Тоже Рамадан каналы 15-12 метр бос болу керек, потому что санитарный зона деп айтады ғой. Сөйтіп мен айтамын да, бұл жақта айтады, ондай зона жоқ дейді ғой. Прикол сізге айтайын, қала әкімі айтады маған. Замыд айтады. Қала әкімінің аты жөні кім? Айыпханаға Ешанқұл ма кім еді солай. Сөйтеді да, содан сен маған дәлдеп берші дейді ғой, Рамадан каналының бойының 12-15 метр екен дәлдеп бер дейді. Он несін дәлдейді, он тупому дураку ясно. Санитарная зона болу шарт 15-12 метр. Бұл қолдан жасалған канал дейді, но қолдан жасалмаған. Бұл никак қолдан жасалмаған. Сөйтіп документ сұрайын, документ бермейді. 2022-23 қырылсам документ жоқ дейді ғой бұны. Сөйтіп мен документ оған көрсем документін. Сөйтіп бұны мәслихат депутаттарын арасам, ол арыз жазамын, сол арызбен мен кімге барам? Облыс әкімге Көшерікке. Сөйтіп мен Көшерікке барам, 23, 24, 25 арызбен кірем. Соңында Көшерік бұзылуға шығарады ғой, сөйтеді да, мына жердің бәрі бұзылады, мен үстінен 15-22 әйел арыз жазады. Осының кесірінен Рамадан бұздырам деген үшін. Сонымен суды тазалатамын деймін, сонымен қырылсам сөйтеді да, ақырында Түркістанға кірем, Конгресс холлға. Сөйтеді Конгресс холлда бұзылуды айтады, маған бұзылады, болды. Сіздің бәрін дәлдеп бердіңіз, Көшерік маған. Ол қай жылы? 2025. Сөйтеді 2025-терде уже жер бұзыла бастайды ғой. Сөйтеді Арман Абдуллаев блогерлердің бәрі Арман Абдуллаев аны бұзып жатыр деп шығады да. Ладно, шыға берсін, ол маған қызық емес. Главное, что мен результат шығарып алам. Сөйтеді да, прикол айтып берейін. Кім еді? Қайбір кім еді? Сіз ұрысып жатқан Батырбек ағай. Мен Батырбекке де барам. Потому что Батырбек ағай кім депутат бар ғой, Ержаншы, Батырбек ағайдың алда жүретін. Соның мына жақта адамдар туысқаны ма, жүздесі ма білмеймін, енді депутат Ержан екен білем, Ириште. Сөйтеді соның мына жақта ағасы ма, жүздесі ма, Бөбек базарын алды, жайма сода алғанда, Рамадан каналын, Бөбек деген менде видеосы бар. Сөйтеді соны алады да, сол кезде депутат Ержан ортаға түседі, и Батырбек ортаға кіреді, Батырбекке барам. Менікі дұрыс қой деймін да, менікі дұрыс болмаса бетіме айтты. Сонда ана жабайы сауданы қорғауға келіп тұрмау? Ержан депутат бар ғой сол. Сөйтеді мен айтамын, мынау канализация болып кеткен рас қой. Мынау ағын су емес, мынау уже ганга су болып кеткен деді. Сөйтеді ол соның кесірінен сол жерде отырған сол депутат Ержанның жүздесі ма, ағасы ма, не знаю, такой бір несі бар, линиясы бар өзінің какой-то туысқандық. Соның әйелдері, сол саудагерлер мен үстімен арыз жазады, 22 адам ба жазады ғой. Бірін кейін бірі жаза береді, 22 адам тоқтамай арыз келеді үстімен. А олар не деп айтады, қудалайды мені. Адия Назарбаева біздің базарға келмесін дейді, Адия Назарбаева канализацияны түсірмесін, Адия Назарбаева Рамаданды түсірмесін, жарияламасын деп менің өзімнің жеке басым құқым бәрін құптап тастайды олар. Оның бәрі прикол өтіп кетеді. Сонымен бұзылған кезде бүкіл блогерлер, Ержан Сұлтанмұрат бар ғой, білесіз бе? Ержан Сұлтанмұрат осы әйелдердің сөзін сөйлеп шығады да, сосын кейін менің уже жетістікке жетем ғой енді, бұл да жетістік қой әжептәуір. Сөйтіп мен арыздардың артынан осының бәрі бұзыла басталған кезде Ержан Сұлтанмұрат Арман Айдармұлы осы жерді тазалап бұзып жатыр, молодец дейді ғой. А басында маған қарсы шыққан мына жерді бұздыру үшін. Соңында мен результат шығарғаннан кейін бұздырмау үшін қарсы шыққан. Иә, сөйтеді де енді мен бәрін бұздырып результат шығарған кезде Арман Айдарұлы осындай Сарыағашта, осындай ғасырда болмаған ұсыныстарды жасап жатыр деп мақтап шығады. Сөйтіп мен оған звондаймын. Мен сен мені жамандап едің ғой деп комментарий жазамын. Сен мені бұздырып жатқанда жамандадың, маған әйелдерді қарсы қойдырып тастадың, арыз жаздырып тастады әйелдер. Оның бәрі болып кетті, ладно, қойшы деп жатыр да. Но сол әйелдердің келіп видеосын түсіріп, солардың сөзін қорғадың ғой деп, енді түбінде результат шыққан кезде неге сен етіп шығасың десем, не болыпты дейді ғой. Ол да өтіп кетті. Просто андай Сарыағаштан мынандай екен да. Бірдеңе істесең, біреу келіп аяғын шалады, сол депутат қудалайды. Оның бәрі ладно. Мынау депутаттікі негізі болған 2000 жылы. Аптека. Иә, 1997 жылы Талман Мұраттың ағайдың атында болған. Талман Мұраттың ағайдың даже документі тұр, міне ше. Қазір көрсетіп берейін сізге. Сөйтеді да ол кейін
мамасының атына жазады. Маслихат депутаты жиналыста отырған кезде менің аға інім атында дейді. На самом деле мамасының атына жазып қойған. Ну ол да қазір сотта документтер жарияланып жатыр ғой. Оның бәрі тоже қызығы көп, айта берсең қызық шығады. Но ең қызығы қала әкімшіліктегі заң мен қала әкімі маған бүйтеді ғой. Рамадан каналының бойының дейді санитарный зонасының маған дәлдеп бер дейді. 10-15 метр екен дейді. Санитарная зона деген любому дураку ясно, даже білімі жоқ тупойдың өзі біледі санитарная зона. Санитарная зона, содан кейін қауіпсіздік зона деген бар тағы да. Иә. Өзеннің жанында. Оның бәрін соны маған айтады, дәлдеп бер дейді. Енді ол енді жасырады мененше. Әкеңіз видеоны көрсетейін сізге. Жасырып бізге бермейді осы документті ше, жоқ деп мені алдайды. 2022-ден бері мен қанша ұрысып қырылсам осы документті алу үшін ше, бірақ маған жоқ. Міне тұр ғой анау. Міне көлеңкеге қой, міне сізге енді көрінеді. Мына Рамадан каналының документі шықты ғой, ақырында шықты. Уже Көшеров. Канал ғой. Иә, Көшеровке барып мен уже результат шығарамын бұзылу келінде. Сол шығады. Ал енді мен сізге көрсетейін, мен сізге жекеңізге өзім жіберейін. Мына депутат қазіргі бізде депутат болып отырған Талман Мұратовтың атында болған 1997-де техпаспортында да Талман М деп тұр да. Сосын кейін мамасының атына жазып жүрген. Мен о Талмановтарды танымайды екенмін де прикол. Но мен мына жерге канализация Рамаданның астына мынандай турба жатқан рас қой. Турба бекер жатпайды, астына еңкейсеңіз турба тұрады да. Ол турба свет дейді. Ол свет судың астынан жүрмейді, газ судың астынан жүрмейді, тек канализация жүреді. И туалеті бар да, и Рамадан каналында мына Азия кафенің ішіне кірсең септигі тұр. Ол септикті тартатын болса, мынау технически былай келгенде танка сыймайды оны жерге, машина сыймайды сордыру үшін. Сөйтеді енді астында тұрған турбаларды мына канализация мынау жерге боқсу деген, қазақта боқсудық деген Абай Құнанбаевтың өзі айтып кеткен. Адам баласын боқсудыққа теңеп кеткен былай келгенде, бір қап боққа теңеген да. Бір қап боқсын боғарғалап жүрген. Теңеп кеткен, ол мектепте оқыған сөздер. Мен сөйтемін мына жерге боқсу. Қара сөзінде бар. Иә, боқсу деген ағызып отыра береді екен, мына кәсіпкер деп айтам. Мына кәсіпкер боқсудың ағызады екен деген сөзім үшін мені Талманов сотқа береді ғой. Талманов мамасы береді. Мен ол әйелді танымасам, или Талманов бір бәледе фамилиясын айтпасам, ештеңесін айтпасам да, бірақ мені сотқа береді да. Сөйтеді де мені келеді да, сот қазір сотпен сот жүрмін да. Мынаны бұздыру үшін. Сондағысы мына отырған зданияның действительно заңсыз екенін айтқаным үшін, и соның атына тұрған канализациялар айтқаным үшін мені сол мына кәсіпкер боқсы деген сиіп ішіп отырады екен деген бір сөзіме мені сотқа береді. Бірақ мен Пәленшиев деп фамилиясын айтпайсың. Просто мына кәсіпкер болды. Соны өзіне сот болды. Прикол біздің Сарыағашта бір нәрсе айтайын. Мынандай заңсыз әрекеттерді көрген кезде, заңсыз әрекеттер көрсетіп беріп, дәлдеп беретін болсаң, поверьте моим словам, аяғынан келіп бірін кейін бірі шала береді. Айтайын өтмін сізге, мына Рамадан каналы бұзылып жатқан кезде мен сізге өзіңізді қызығып әкімшіге барыңыз, бәр жерге барсаңыз, мына Рамадан каналдың көбісінің артында тұрған ірі нормальный адамдар тұрады да, и солар шықты ғой ақырында. Шындықтың беті просто лапылдап ашылып кетті. Ал мен сонда шындықты ашам деп 2022, 2023, 2024, 2025, міне 26 әлі қырылып келіп жатырмын ба? Осы сонша жыл мен еңбек етем, айқайлаймын суды тазалату үшін. И сол кезде мен кімдер мені шалмады, кімдер мені келіп үйіме шошпады, кімдер маған арыз жазбады. Бәрін көрдім бұл жерде. Сарыағашта действительно былық көп. И кадастр документтері бар. Мынаған қалай қол қойып береді, мынаған қалай шешім шығарып берген, мынаған қалай шешім шығарады. Прикол, бұлардың бәрін документі бар. Но основном мен сізге документ жіберейін, жариялайсыз ба, жарияламайсыз, ол өзіңіз білесіз, бірақ липовый документтер шығады. Вот Сарыағашта осындай күшті нәрселер шыға береді.